Барлығына сәлем достар. Бұл қымбат костюм киген адам Стэн есімді табысты риэлтор. Бұл адам американдық кварталда тағы бір ірі жылжымайтын мүлік мәмілесін жасасуға дайындалуда. Ол қауіпті аймақта тұруға шеберлікпен егде жастағы әжейді шабыттандырды. Кемпір құжаттарға қол қоюға құлшыныс таныта бастағанда, полиция қызметкерлері тапқыр агенттің кеңсесіне басып кіріп, Стивті алаяқтықпен айыптап, қолына кісен тақты. Бірақ бұл жағымсыз көріністің өзі саудагердің сөзінің сиқырын сейілте алмайды. Және қарт клиент салтанатты түрде қажетті құжаттарға қолтаңбасын қояды. Адал емес риэлторды қандай жаза күтіп тұр, және ол заң алдында жауап беруі керек болғанда, оның өмірлік құндылықтары қалай өзгереді? Бірге білейік. Ол өзінің сәнді кабинетінен тікелей сот отырысына барады. Онда алқабилер алқасының төрағасы Фарман ханым кенеттен айыпты үкімді жариялайды. Тағдырдың күтпеген бұрылысына ашуланған Стэн адвокатын судьяға пара беруге шақырады. 3 жылдан 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылмау үшін адал адвокат бұл әрекеттен бас тартады. Келесі күні Стив өзіне басқа адвокат жалдайды. Сотқа оны Липокер атақты сатылмалы адвокат келеді. Жемқор адвокат судьяға пара беріп үлгереді. Алайда Стив түрмеден 6 айға ғана жеңілдік алады. Стив бәрібір түрмеге отыратын болды. Адвокат Поппер оған өмірдің заңдылығын осы екенін түсіндірді. Адамдарды алдай берсең, артық осы жағдаймен бітеді. Стэн мен оның әйелі мейрамханаға кешкі асқа барады. Ер адам түрмедегі картопты жемес бұрын, мүмкіндігінше дәмді тағамның дәмін татқысы келетін грилдегі стейк кесектерін аузына асығыс салады. Көңілді Минди 3 жыл бойы сүйікті күйеуін сағынып қалмас үшін қалай әрекет ету керектігі туралы әңгімені құлшыныспен бастайды. Қыз тағы бір рет Стэннен сәбилі болуды өтінеді. Оның күйеуі тағы да үзілді-кесілді бас тартады. Бұл баланың сәнді сарайдағы бос өміріне кедергі келтіретініне сенімді. Мұндай сөзге ренжіген ол Стэннен жылап қашып, оны жалғыз стейк жеуге қалдырады. Болашақтың үміт үзген Стэн жергілікті барға барады. Сол жерде қолында түрме жайлы татуировкасы бар ірі байкерді кездестіріп әңгіме бастайды. Бұрынғы сотталған байкер темір тордың аржағындағы қасіретін, соның ішінде қатты шаршаған ер адамдар арасындағы мәжбүрлі физикалық жағындық туралы айтып береді. Алаяқ өзін түрмедегі қатал өмірден қорғау үшін байкер оған бандаға қосылуды ұсынады. Бірақ Стэннің танымал топтардың ешқайсысымен ортақ мүдделері жоқ екені белгілі болды, және оның денесіндегі татуировкасы керісінше ол үшін тозаққа билетке айналады. Мас күйінде үйіне қайтып келеді, және таңертең өткен күн ол үшін жаман түс болып көрінеді. Бірақ әйелі Минди шынында ол жарты жылдан кейін түрмеге кететінін есіне салды. Кішкентай ашу ызаны бастан өткерген Стэн өз ойларын жинап, әлсіздік танытпауға және алдағы қорытындыға мұқият дайындалуға шешім қабылдады. Ер адам шешуші әрекетке кіріседі. Бірінші тату салонына барып, күлкілі бейнені денесінен өшіріп, жамбасына ер адамдар қорқатындай бейне салдырады. Каратэ жаттығуларына жазылып, бірақ аса қатты күш салмайды. Себебі оның тек сары поясы бар. Ашулы Стэн өзін лайықты қарсыласпен жекпе-жекке шақыруын талап етіп, ақыры жеңіледі. Жеңілісін көтере алмай Стэн тыйым салынған соққылар жасаған үшін мастер оны қуып жібереді. Дәл сол уақытта көшеде темекі тұтатып тұрған шал Стэнге күліп, өзінің қолынан не келетінін көрсетеді. Таң қалған Стэн оны үйіне алып келіп, жарты жыл бойы жаттықтыратынын әйеліне айтады. Таң атып Минди мен Стэн ұйықтап жатқанда, оның бетіне қан тамшылары тамады. Бұл шалдың қолынан ағып тұрған шикі бауырдың қаны екен. Таңғы астан кейін шал Стэнді манекенмен жаттығуды талап етеді. Оған дейін Минди шалдың айтуымен жиіркенішті түскі ас дайындап жатыр. Жұмыртқадан балық майы, бұқа асқазаны және тілінен коктейль. Келесі дайындық ыстық ағашпен денесін соққылау. Жанашыр әйелі Минди оны тоқтатпақшы. Бірақ Стэн араласпауын талап етеді. Келесі күні Стэнге кеудені ауырсынуына қарсы тұратын жаттығуға дайындалды. Стэн шалдың барлық нұсқауларын орындап жүргенде, Минди күйеуінің жетіспей жүргенін айтып тастады. Оған жауап ретінде Стэн түнде айқаймен әйелін оятып, үйге бұзақылар кіріп, әйеліне түрлі жаманшылық жасамақ болып жатқандарын айтады. Минди қатты қорқып кеткенде, Стэн бұл әзіл, және бұлай жасауым себебі мені түсінуіңді қалаймын. Себебі алдағы уақытта мен күтіп тұрған қиыншылықтардан мен де дәл сен сияқты қорқамын дейді. Ашуланған Минди киімдерін жинап, ажырасуға бел буып, үйден кетіп қалады.
Мастер мен Стэн жаттығуларды жалғастырады. Өлімші қол атты өте қауіпті трюкті үйрететін күн жетті. Мастер жеңілмейтін күш ретінде ортаңғы саусағын таңдайды. Осыдан кейін шебер оған тақтаны жарып жіберетін соққыны көрсетеді және Стэнге дәл солай қайталауын сұрайды. Сенімді Стэн бар күшімен қорықпай саусағымен соққы жібереді. Саусағын орнына қойып, шебер Стивті кірпішпен соғуға және жерге кептеліп қалған өткір жүздердің үстінен жүк көтеріп отыруға мәжбүрлеу арқылы қарқынды жаттығуларды жалғастыруда. Сонымен қатар кунг-фу әдістерін үйретеді. Күн сайын Стивтің ауыр жаттығулар мен сынақтардан өткені барған сайын айқын бола түсуде. Енді ол жай ғана ұрып соғып жатқан жоқ. Ол тіпті шеберге де соққы бере алады. Ауыр жұмысты аяқталды. Стивке аты аңызға айналған саусақпен өлім соққысы да қолынан келді. Адвокат, Стив және мастер дәмханада жеңісті тойлайды. Алайда мастер, сен екінші мықты тәлімгерімсің дейді. Бірінші мықты тәлімгер жаман азғынның жолға түсіп кеткенін айтады. Келесі күні адвокат пен мастер сенімді Стэнді түрмеге шығарып салады. Ол автобуста басқа тұтқындармен түрмеге жол тартып қасында отырған тұтқынға бірден тойтарыс берді. Ал медициналық қаралымда полиция қызметкерлері жамбасынан бейнені көріп қатты шошыды. Стэнді Карлик лақабатымен танылған шалдың қасына орналастырды. Олар бірден сөз табысып, ол Стэннің жол сілтеушісі атанады. Стэн түрмедегі физикалық жақындыққа тартатын тұтқынды бірден байқады. Ол жас, ұзын шашты жігітті қабырғаға тақап, қорлық көрсетіп бастады. Стэн бірден өзіне ешкімнің жоламау үшін үлкен тұтқынға жекпе-жекке шығуға ұсыныс жасайды. Ірі қара Нейман провокацияға беріліп, барлығының көзінше ұятты болып жеңіледі. Стэн бірден ол қарсыласқа қарсы тұрып, бірінші күннен лидер болып, үлкен Стэн лақабына ие болады. Стивті өзіне түрме басшысы шақырып, темекі мен сусын береді. Алайда Стивтің бұл түрмеге түсуі бекер емес болып шықты. Басшыға профессионалды риэлтор қажет. Және бұл түрменің орнына адал емес жолмен үлкен демалыс үйлерін соқпақшы. Егер Стэн бұл іске көмегін тигізсе, оны мерзімнен бұрын босататынын айтады. Алаяқ бірден келісе кетеді. Стэн құжаттармен және жоспармен жұмыс жасайды. Түрме басшысы инвестормен таныстырады. Түрі момын көрінгенмен, ол вьетнамдық бұзақылармен екені тату бейнелерінен анық болды. Стив құжаттармен айналысып отырғанда, инвесторлар терезеден тұтқындардың күштесіп жатқандарын қарап тұрады. Стив кешке әйелі Миндиге хат жазып сезімін білдіреді. Оны оқыған Миндиге жас келіп, оны артынан мастер құшақтап, ақ халатпен тұрады. Стив инвесторлардың әңгімесіне күмәнмен қарап, өзінің авторитетін пайдаланып, тұтқындарға жаңа ереже ойлап табады. Ол ереже мүлдем төбелесу немесе қорлық көрсету болмау керек. Тұтқындар келісе кетеді. Сол күні Стивке хат келіп, Минди кездесуге келетіні жазылған. Күн санап Стэн ол күнді қатты күтеді. Ал тұтқындар арасында татулық пен сыйластық орнады. Стив Минди мен отбасылар кездесетін бөлмеде қауышты. Ал түрме басшысы тұтқындардың іс-әрекетіне ашулы. Ол бірден Стивті шақыруын талап еткенде, Стив Миндимен кездесуде. Түрме басшысы Стэнге онымен орнатылған заңдардың жойылуы қажет екенін түсіндірді. Олай болмаған жағдайда, ол түрмеден босатылмайды. Алдағы уақытта тұтқындар жекпе-жек шоу ұйымдастыру қажет. Сонда полиция ашық түрде оқ ата бастайды. Сонда басшылар бұл түрмені сату шешім қабылдайтынын айтады. Миндиді жоғалтып алудан қорыққан Стэн басшының қалауымен келіседі. Стэн тұтқындарды қайтадан күш сынасуға мәжбүр етеді. Комиссия келгенде оларға Стэнді өзін жақсы ұстаған үшін ерте босатылады деп таныстырады. Оны күзетші алып кетеді. Тұтқындарды аулаға шығарып, жасырын түрде қарулар береді. Комиссия Стэнді бірден босатуға шешім қабылдайды. Алайда Стэннің басында достары жайлы естеліктері есіне түсіп, жақын арада мерт болатынын ұмыталар емес. Стэн өзінің бақытты өмірі үшін достарын сатып кете алмайтынын түсінді. Комиссияға балағат сөздер айтып, қайта камераға оралады. Дәлізде Минди мен мастерді көріп ашуланып қалған кезде, мастер барлығы ол ойлағанда еместігін түсіндіреді. Стэн басшының кабинетіне бірден жүгіріп, достарын аман алып қалғысы келеді. Ал ол жақта оны мистер Дэнк күтіп отыр. Ол мастердің бірінші тәлімгері болып шықты. Стэн Дэнктен таяқ жеп жатқанда аулада ұрыс басталуға жақын қалды. Ал басшы комиссияға шампан құйып,
қатал жыртыс көруге дайындалып отыр. Тұтқындар аулаға жиналып бірін-бірі жұлып жеуге дайын. Басшы қол астындағыларға оқ жіберуге дайын болуын ескертеді. Ол уақытта Стэн Дэнгті өлім саусақ түрегі арқылы жеңіске жетті. Ол аулаға ұрысты тоқтатуға асықты. Басшы оқ ашуға бел буғанда, аяқ асты тұтқындар топпен би билеуге кіріседі. Комиссия бұл көрініске риза болады. Арам басшының жоспары бүлінді. 3 жыл өтіп, адал Стэн достарымен қоштасып бостандыққа шығады. Оны Мастер, Минди және қызы күтіп алады.